Германия әуежайлары мен маңызды инфрақұрылымдарды жаудың және рұқсат етілмеген ұшу аппараттарынан қорғау шараларын күшейту мақсатында Саксония Анхальт жерінде жаңа дрон қауіпсіздігін зерттеу орталығын ашты. Орталықтың ашылу салтанатында Германияның ішкі істер министрі Александр Добринт өз елінің күнделікті гибридті шабуылдардың нысанына айналғанын айтып, Германияның неліктен мұндай шабуылдарға ұшырап жатқаны туралы өз пікірін түсіндірді. Ein zentraler Baustein mitten in Europa sind, wenn es um wirtschaftliche Stabilität geht, wenn es um politische Stabilität geht, wenn es um gesellschaftliche Stabilität geht, wenn es um sicherheitspolitische Stabilität in Europa. Сондай-ақ Добринт дрондар төндіретін қауіпті 21 ғасырдың көлеңкелі соғысының бір бөлігі ретінде сипаттады. Орталық әуежайлардың, ірі шаралардың және маңызды инфрақұрылым нысандарының айналасында рұқсат етілмеген дрондарды анықтауға және оларға қарсы тұруға арналған технологияларды зерттеп сынайды. Соңғы уақытта Германия бірнеше оқиғаны бастан өткерді. Соның ішінде Лейпциг әуежайында ішінде жарылғыш зат бар дрон анықталды. Ал көп ұзамай Ганновер әуежайының әуе кеңістігіне дрон заңсыз кіріп кеткендіктен оның жұмысы уақытша тоқтатылды.